Ассаламуалейкум, құрметті қазақ елі. Қуанышты жаңалық, көптен күткен Айжан қарындасымыз баспаналы болғалы жатыр. Харекет қайырымдылық қорының 1455 баспанасының кілті Айжан қарындасымызға табысталады. Құтты болсын. Өтірікке алған үйде өзіңді бақытсыз етіп жүре алмаймын мен. Тұрасың, тұрмайсың, это твои проблемы. Мамаджа, папа-мамада не керек? Кәже, саған не болған? Мен бұлай жасай алмайым. Ренжімеңіздер. Айжан в шоке. Она в шоке? Айку, қой шық, қайдағы шок. Біз үй алу үшін Сырым екеуміз өтірік ажырастық. Біз болғанда Сырымның ешқандай қатысы жоқ. Мен дұрыс емес шешім қабылдадым, мен бәрі бүлдірген. Бұдан артық өтірік айтып жүре алмайым. Кешіріңіздер. Айжан, сен есің дұрыс па? Қаншама адам саған сеніп отыр ғой. Қаншама адамдардың еңбегі ғой мынау, Айжан. Бадияр аға, ренжімеңізші. Бұл үйге шынымен де шын мұқтаждар лайық. Айжан! Жоқ, мен түсінбедім. Құжатын бәрін көрдік, үйін көрдік. Бәрі дұрыс еді ғой, не болды бұл қызға?